Саламатсыздар ма, балалар? Отыра алмайсыздар. Ал, балалар, біз сабақты бастамас бұрын өзімізге жақсы көңіл күй жасап алайық, иә? Тұрайық. Ал, бастайық. Біз топқа бөлініп алайық, иә? Тақтаға шығайық. Молекула әдісімен, молекула ойынымен топқа бөлінейік. Ал, балалар, молекула 2. Ал, молекула жүреміз, молекула қозғаламыз, қозғалыста боламыз. Молекула 4. 4 деді. Ал, бала жүреміз кәді. Молекула 6. Ал, осы бөлінгеніміз бойынша топқа отырайық. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ болып отырамыз. Отырыңдар. Осы бөлінген бойынша отырыңдар. Енді, балалар, біз сабағымызда кеше өткен сабағымызды қайталап алайық. Біз қазір қолшаты, тамшылары атты кәдімгі сұрақтарға жауап бере отырып, өткен сабақты қайталап алайық, иә? Енді, балалар, осы жерден бірінші топтан сұрақтар бар. Нені алыңызшы? Тамшыларды алыңыз, біреуін ал. Ал, жауап бере қой. Орнын. Қандай дейсің? Қандай құс екен? Зиянсыз құс дейді. Тағы біреуін аламыз. Аласа. Сұраққа жауап бер. Тұр бұны. Қазір жылдың қай мезгілі дейді? Кім жауап береді? Айта ғой. Қазір жылдың көктем мезгілі. Ой, тамаша, азаматсыңдар балалар. Келесі топқа келейік. Ал, алейкум. Даусын шығар. Бас әріппен қандай сөздер жазылады? Ал, жауап бере қой. Жоқ, не нақтар жазылады? Неде жазылады? Кім айтты деді? Даяна? Бас әріппен қандай сөздер жазылады дейді? Бас әріппен адамның аты, жануарға қойылған қаланың аты. Қаланың жер, су аттары жазылады, иә? Ал, біреуін ал. Даяна алауын. Мейлі. Тарас, құлан сөздері неге бас әріптен басталып жазылады? Орнынан тұрып жауап бере қой. Тарас, құлан деген сөздер неге бас әріппен жазылады? Өйткені олар қаланың аттары. Жарайды, жақсы. Ал, мына топтан аламыз. Ал. Ертаң сен біреуін алып дайындал. Жануардың аты қандай әріптен
бастап жазылады екен. Айта ғой Ертағым, өзіңіз сұрағыңа жауап бер. Қарағанды менің атауы өз атымды жазып берген. Қарағанды ненің атауы дейді? Қарағанды Ненің атауы? Айта ғой. Кім айтады? Айта ғой. қаланың аты. Қарағанды қаланың аты дейді. Ал енді мына қатарда біреу алсын. Алшы. Ал. Қандай сұрақтарға қойылады? Заттың атын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады дейді. Айта ғой. Айта ғой. Дауысын шығарсын. Заттың атын білдіретін сөздерге не деген сұрақ қойылады? Не деген? Тағы да? Кім? Айта ғой Шайған. Кім деген сұрақ қойылады? Азамат. Ал балалар, біз кешегі өткен сабағымызды қайталап алдық. Енді балалар, қазір сендерге мен бейне қазір тақтаға қараймыз балалар. Қарағандар. Осы бейне жазбадан не көрдік? Не туралы екен? Кім айтады? Қол көтеріп айтайық. Айғаным айта ғой. Жел. Жел дейді, тағы да? Жел соғады. Жел соғып жатыр. Күн шығып жатыр. Тағы да? Не көрдің? Айта ғой. Жаңбыр жауды. Жаңбыр жауды дейді. Найзағай жарқылдады. Найзағай жарқылдапты. Енді осының бәрін бір сөзбен не деп айтуға болады екен? Табиғат екен, бұның бәрі табиғат екен, табиғат құбылыстарына жатады екен. Енді балалар. Дала жылынды, е? Дала? Содан біліп отырмыз, е? Енді балалар, енді біз сабағымыздың тақырыбы сонымен табиғат құбылыстары екен. Заттың қимылын білдіретін сөздермен танысамыз бүгін. Иә? Заттың қимылын білдіретін сөздермен танысамыз бүгінгі сабақтың басында. Енді қараңдар балалар, біздің сабағымыздың мақсаты біз түгел заттың қимылын білдіретін сөздермен танысып, оларды жазып, қай жерде қолданатынын білетін боламыз, иә? Енді ары қарай балалар тапсырма орындаймыз. Заттың қимылын білдіретін сөздермен танысып болғаннан кейін біз мына кітаптағы бір тапсырманы орындап көрейік. Ал балалар, бірінші жаттығуды ашамыз. Ашыңдар, бірінші жаттығу. Кітаппен жұмыс, оқулықпен жұмыс жасаймыз балалар. Оқулықта табиғат құбылыстары деген мәтін бар. Соны тізбектеп оқимыз. Бастап оқиды. Табиғат әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күндер алмасады. Райна. Жаңбыр қар бұршақ жауады. Жел соғып күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды. Келесі екінші топ. Айсұлу оқи ғой. Қарай. Су тасиды. Оқи.
бөлме түн алмасады. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып күн күркірейді. Үшінші топ. Оқи қой. Әлижан. Айдағай жарқылдайды. Оқы ары оқи бер. Оралхан оқи бер. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Қар ериді. Су асиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Ой, азамат. Балалар, тізбекпен оқығанда бір-бірімізді тыңдап отырдық па? Табиғат құбылыстарында қандай өзгерістер болады екен? Кім айтады бір-екі ауыз сөзбен, кім айтып жібереді? Айта ғой, Раяна. Кітаптан қазір оқығаныңызда не түсіндің? Соны айтып жүрші. Табиғат құбылыстарында жаңбыр, су тасиды, жаңбыр жарқылдайды, күн күркірейді. Азамат, екінші топтан айта ғой. Жаңбыр жауады, күн күркірейді, найзағай жарқылдайды. Ал, мына топта кім айтады екен? Айта ғой. Су тасиды. Су тасиды. Өзендерден. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Отыра қойыңдар бала. Ал сендер бала топтарының аттары бір ерекше екен. Мына бірінші топта жұлдыз деген топ екен. Жұлдыз деген жалпы не? Кім айтады? Қайсың айтасыңдар? Жұлдыз деген не ол? Кім айтып жүреді? Жұлдыз деген не айта қойшы? Арнат. Жұлдыз деген не ол? Жұлдыз қалай болып тұрады? Айтшы. Жұлдыз жарық береді. Жұлдыз жарық береді дейді Азамат. Ал, көп болады. Ана топта ай тобы. Ай дегеніміз не екен? Ай, айта ғой. Ай төбеде Ай төбеде тұрады. тұрады дейді. Ал айта ғой. Ай шығады. Ай шығады екен. Айға? Ай жарқырайды. Ай жарқырайды екен. Мына топта сіздердікі күн екен. Күн деген сөзге. Айтаршы топтарымыздың атын. Айта ғой. Күн шығады. Тағы да күн не істейді? Айта ғой. Күн ысиды. Күн ысиды екен. Айта ғой. Қарды ерітеді. Қарды ерітеді екен. Ал балалар, біз табиғат құбылыстарын білетін сияқтымыз. Ары қарай балалар, енді мен сендерге жұптық жұмыс беремін. Жұппен жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмыс, мына жерде мен сендерге жұптарыңа сөздер беремін балалар. Таратып. Осыдан, осы сөздерді қараңдардағы осыменен жұмыс жасаймыз қазір. Енді осы жұппен жұмыс жасаймыз. Мына екеуі. Сендерге. Ал балалар, жұптық жұмыста оқып отырамыз. Қазір мен тапсырманы айтамын. Тапсырманы жасамас бұрын сендер мына сөздерді оқыңдар. Не деп ойлайсыңдар? Тыныш отырып, осыны оқыңдар. Ал балалар, жұппен жұмыс жасаймыз. Қазір. Ойланып, жұптасып, ақылдасыңдар ма балалар? Болды, шуламаймыз. Жоқ, жазбаймыз. Балалар, бері қара. Мына тапсырманы орындамас бұрын жерімді қолға аламыз. Екі жұптың біреуі шығады да тақтаға жабыстырады. Ал, мына топтан шыға ғой. Сен дайын жүр. Бар, сен де жабыстыр. Ал, жабыстырамыз. Бірінші топ жабыстырып шығар, тез-тез. Жұптар. Тез-тез бала.
Бірақ o'xshash sanlar bo'ladi bolalar. Juftdan бірақ o'xshashadi. Aha, o'tiradi. Al, o'tirlar. Tak, na to'pdan chiqamiz. Bir juftdan chiqadi. Aha. İslam. Aha. Aha. Al balalar, endi qarab ko'ring. Senderi jabstirgan javoblarni qarab ko'ring. Balalar, mana birinchini o'qingchi. Jel ne isteydi ekan? So'g'an ekan, turadi ekan, ya. Endi buna yerda qar ne isteydi ekan? Yer yeydi. So'sin. Maysaga ne isteydi ekan? Maydi ekan, және түседі deydi. Balalar, түседі degенni qaranglar o'sida. Maysaga жарқылда түседі ekan, ya. Ары қарай мына жерде қараңдар. Kun ne isteydi? Күркірейді deydi. Kun шығады, kun ысиды deydi. Тамаша балалар, тамаша. Жақсы түсінгенсіңдер. Ары қарай келесі тапсырмамыз балалар біздің дәптермен жұмыс. Дәптермен жұмыс жасағанда бізде бірінші жаттығу көркем жасайық. Дәптерімізге көркем етіп құбылыс және ериді деп жазамыз. Екі жолға жазып шығайық. Жазыңдар. Жазамыз. Көркем жазамыз, әдемілеп жазамыз. Aşağı bağlayacağızlar. Azimli, soğuk olup көркем етіп жазамыз. Балалар көркем жазып болса, бізде екінші жаттығу бар. Қараңдар балалар, оқулықта бізде екінші жаттығу берілген бала. Қараңызшы. Маған қараңдар. Қараңдар бала. Екінші жаттығуда көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жазуымыз керек екен. Бұл жерде мынандай сөздер тұр. Тыңдаймыз. Күн мен түн не істейді? Мысалы, қазір өттіге іс-қимылды білдіретін сөздермен танысамыз дедік. Енді сол табиғат құбылыстарына байланысты екен. Қазір сендер астында қараңдар. Керекті сөздер тұр. 4 сөйлем бар, 4 сөйлемде 4 керекті сөз бар. Соны тауып, дәптерlerіне осы жаттығуды орындай қойыңдар. Ал, орындаймыз кесәтке. Дәптермен жұмыс жаза қойыңдар бала.
birinchi söylemde yazıp boğan okuş var mı? O'qitish. Birinchi söylemde yazıp boğan okuşu. Al. O'qiy qo'y, ne deb yozding? Kun avasadi. Qaytadan ayt. Kun avasadi. Avsadi, ya, tamasha. Ikkinchi söylemde yazıp boğan okuşu var mı? Azili, o'qiy qo'y. Azili. Davosin chiqar. Жаңбыр, қар жауады дейді. Үшінші сөйлемді болып қойған бар ма? Раяна оқышы, үшінші сөйлемді. Кітаптан оқы. Одан кейінгіні. Күн күркірейді дейді. Балалар, бұл жерде не байқадық біз? Бұл жерде біз не байқадық? Табиғат құбылыстары, иә? Енді осыдан бізге мынандай ереже шығады балалар. Заттың қимылын білдіретін сөздерге қайтты, естеді, не қылды деген сұрақтар қойылады екен балалар. Жаңбыр не істеді? Немесе қайтты? Жауды, иә? Найзағай қайтеді? Қайтеді найзағай? Жарқылдайды. Енді оқушы сабаққа барады. Не істейді? Оқушы барады. Осы сияқты іс-қимылға қойылатын сұрақтарымыз қайтты, не істейді, не қылды деген сұрақтар қойылады екен балалар. Бүгінгі сабаққа балалар белсене қатысты. Қатысты деген сөзге сұрақ қояйықшы. Не істеді? Дұрыс айтасың. Не істеді? Яғни бұл іс-қимылға қойылатын сұрақтар екен. Жазып болып қалдыңдар ма балалар? Жазып болса, түгел бір оқып шықшы. Бастан аяғына дейін осы жазғанды оқып шық. Күн мен түн алмасады, жаңбыр, қар жауады, күн күркірейді, найзағай жарқылдайды. Енді балалар, не істейді? Қайтты деген сөздердің астын сызамыз. Не істейді? Қайтты деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздердің астын сызайық. Ал, бұл жерде қайседі жаңа айтқанымыз? Алмасады. Содан кейін? Найзағай не істейді? Жарқылдайды. Астын сызамыз. Азама. Күн не істейді екен? Күркірейді екен. Астын сызамыз. Ал балалар, болса, маған қараңдар, қане, болғандарыңызды білдіріп, тапсырманы орындауға шығады. Кім шығады? Кім шыққысы келіп отыр? Қане, Раяна келе ғой. Кел. Кітабыңды ал. Кітабыңды ала ғой. Bir söyleyelim yazalım. Birinci söyleyelim. Әдемілеп анық жазalım.
жаздың? Күн мен түн алмасады. Аха, сұрақ қой енді. Күн мен түн не істейді? Не істейді дейді балалар. Күн мен түн не істейді? Немесе қайтеді деген сұрақ қойылады. Ал енді астынсыз. Астынсыз ғой. Аха. Енді балалар, бұл жерде іс қимылды білдіретін сөзбен танысып тұрмыз, иә? Аха. Отыра ғой Даяна. Келесі сөйлемді кім жазады? Келе ғой Айсұлу. Жаза ғой. Жазда балалар. Жарайсың. Аха. Балалар, заттың қимылын білдіретін сөздерді тауып, астын сызамыз, иә? Тақтада қараймыз. Оқи қойайсың, не деп жаздың? Жаңбыр, қар жауады. Аха, енді сұрағыңды қой. Жаңбыр, қар Іс қимылды білдіретін. Жаңбыр, қар не істейді? Жаңбыр, қар не істейді дейді? Не істейді? Жауады. Жауады. Яғни, қай сөздің астын сызамыз? Сыза ғой. Жауады екен. Ал енді, Айсұлу, мына жаңбыр деген сөзге сұрақ қойшы. Жаңбыр не? Жаңбыр деген не екен? Яғни, заттың несін білдіріп тұр? Атын білдіріп тұр екен. Отыра ғой. Келесі. Келе ғой, кежі. Үшінші сөйлемді жаза ғой. Бала, сендер де жазып болсаңдар, астын сызып, ережені қарап отырыңдар. Бүгінгі сабағымыздың балалар мақсаты міне тақтада тұр, тағы да бір қарап алыңдар. Заттың қимылын білдіретін сөздермен танысамыз, ол сөздерді дұрыс орналастыра білеміз, иә? Адамгершілікпен табиғатты қорғауды үйренеміз, иә? Оқи ғой, бер жаққа тұр. Күн күркірейді. Аха, ал. Сұрақ қой. Іс қимылды, заттың қимылын білдіретін сөздерге сұрақ қой. Қайсысы? Сұрақ қой ғой. Кім қояды балалар? Күркірейді. Күркірейді дегенге қандай сұрақ қойылады? Не істейді? Не істейді? Немесе қайтеді, иә? Азаматсың Тамерлан. Ал, астынсыз. Тамаша. Күркірейді, не істейді, иә? Немесе қайтеді. Күн деген сөзге сұрақ қойшы. Өткен сабақта біз өткенбіз. Күн не істейді? Күн деген сөзге сұрақ қой. Күн. Балалар, кім сұрақ қояды күн дегенге? Айтау. Күн деген не деген сұраққа жауап береді. Ол яғни заттың аты білдіріп тұр екен, иә? Отыра ғой. Ал балалар, біз бағана бері жазып жатырмыз, иә? Енді сендердің аты жөндерің қандай әріппен бастап жазылады? Бас әріппен жазылады, иә? Мысалы, ертағын мектепке барды. Ертағын қандай әріппен жазылады? Бас әріппен жазылады. Ал енді барды деген сөз қандай сұраққа жауап береді?
бардығы? Қайда барды? Жоқ, барды. Қайда барды? Қайтты, тамаша. Қайтты деген сұраққа жауап береді. Балалар, енді дәптерімізді жабамыз. Шетіне қоямыз, кітаптың ішіне салып, шетіне қоялық. Кітаптың ішіне салып, шетіне қойылар, балалар. Кітаптарымды қатаның шетіне қойылар. Балалар, біз қазір сендермен не үшін топта отырмыз? Топпен жұмыс жасаймыз қазір. Мен сіздерге топтық жұмыс беріп, соны жасайтын боламыз. Кітаптарыңызды қатаның шетіне қойып қойыңдар. Қатаның шетіне қойыңдар. Жинап, қатаның шетіне қоя салайық. Енді балалар, мен сіздерге топтық жұмыс беремін қазір. Сосын түсіндіремін. Қалай жасау керекті? Балалар, бері қараймыз. Қара. Мына жерде кемпір қосақтың түстері бар. Енді мына ақ параққа осы кемпір қосақты дұрыстап орналастырамыз. Кемпір қосақтың әр түсіне табиғат құбылыстарын жазып шығамыз. Түсінікті ме? Енді оны мен қай топқа берейін? Қай топ алуға деп тұр? Мына топ көп екенсіңдер, осы топқа берейін. Ал. Айсұлу. Бірінші жазып алыңдар. Бірінші мыналарды алып, табиғат құбылыстарын жазып алыңдар. Ақылдаса отырып жазамыз. Ақылдаса отырып жазамыз. Енді балалар, келесі топқа. Келесі топқа балалар. Мынандай суреттер беремін. Осыны парақтарға не істейміз? Жабыстырып, бір сурет шығады. Мозаика әдісімен осы жұмысты жасаңдар. Бірінші қойып, бірінші көріп алыңдар. Не туралы екенін өздері ақылдасамыз. Шуламай ақылдасамыз. Топ ережесін сақтаймыз. Бала, топ ережесін сақтаймыз, шуламаймыз. Енді келесі топқа. Мынандай тапсырма балалар. Мынау сиқырлы қобдиша. Сиқырлы қобдишаның ішінде бір сөздер бар. Сол сөздерді сендер алып, ашып, топпен ақылдасып, осы сөздерге сөйлемдер құрайсыңдар. Ал, мінекей. Алды. Сөйлем құраймыз. Осы сөздердің артына сөйлем құрап жазыңдар. Ал, балалар, іске сап, бастадық. Топтың ережесі бізде, балалар. Бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, шуламаймыз. Ал, жұмыс жасаймыз. Ақылдасамыз. Бір сөйлем жазамыз. Ана сөзді аштап, мынаны артына сөзді. Ал, балалар, жазамыз. Біреуін жазамыз болды. Келесі. Енді жапсырып алайымыз. Жапсырамыз. Ал, кемпір қосақ қалай орналасушы еді? Ал, орналасында шуламаймыз барады. Топтық жұмыстар. Азамат. Күн тобы сондай тамаша жұмыс жасап жатыр, балалар. Сондай тамаша бірлесіп жұмыс жасап жатыр.
Tındamasak bilmeye kalamız ya. Endi her toptan o'quvchilar o'zlarini жұмыстарын qo'llayib boradi. Al birinchi topda tura qo'y. Janag'i o'ylangan, жазған сөйлемдерді o'qi. Kim o'qiydi? Turib o'qiy qo'y. Starshanamen sirg'anaymiz. Starshanamen sirg'anaymiz. Bo'ron sug'adi turadi. Qani deydi. Keladi. Kız keledi ekan. Azamat, bolalar Natof javob berdi. Sen tumadingmi? Qalay javob berdi? Yaxshimi? Yaxshi. Ikkinchi top. Endi o top taxta ashasini o'sha yerga o'qiysizlarmi? Kim shag'ish taxtaga aysu. Kel. Жұмысыңды алып шықшы taxtaga. Kela qo'y. Al, men ustab turay. Qatli dovus chiqar. Bolalar, to'pda qo'satlar bormi? To'pda ustalarimizni jel so'g'adi deydi. Tag'ida qo'suva bo'ladi ekan ya. Al, endi 3-chi top tayinlab. 3-chi top жұмысын ko'ryapsiz hozir. 3-chi top tayinmizmi? 3-chi top tayin bo'lsa, taxtaga chiqamiz. Topning, bolalar. Kel. 3-chi topda kim chiqadi? Mana ikki o'qishi chiqdi, ikki ko'rsatdi. Bolalar qarash, qiziq жұмыс ekan bu bolalarga. Bu yerda nedir bolalar? Aytingchi. Bu bolalar bu suratda ne chiqdi sonda sendirde? Ko'ktem mezgili ekanini qayoqdan bilib tursinlar? Kun oshiq, ya. Tağda neden bildik? Ne ösüp tur? Güller, çöpler ösüp ya. Yani ösiyedi. Kun жылынады деген сөздер бар ya. Al bolalar отыра қойыңдар. Жұмыстарыңызға қосып кет. Balalar, енді biz топтық жұмысты бітірдік. Мен сендерге енді жеке жұмыс беремін. Балалар, мінекей, мен сендерге мынадай жеке тапсырма беремін. Осыны аласыңдар, өз аты жөндерін жазасыңдардағы мына жердегі тапсырманы орындайсыңдар. Бұл жерде сендерге сурет тұр, сөйлемнің басы тұр. Сендер осы сөйлемді аяқтайтын боласыңдар. Түсіндіңдер ме? Іс-қимылды білдіретін сөздерді тауып, өздерін жазып аяқтайсыңдар. Мінекей мына тұрға. Мына сендерге алыңдар. Бірден алыңдардағы аты жөндерді жазып, сосын сөйлемді аяқтаңдар. Жетеді, ана екеу беті бар ғой. Мына ағаш бар екен, ма? Яғни кетіп бар ғой. Бәріне жетті бар ғой. Ал тапсырманы орындаймыз. Жеке жұмыс бұл. Әркім өзінің білгенін жазады. Ал жазыңдар. Ал жазамыз. Жазып болып қалады. Бала, шаршадыңдар ма? Шаршасақ, сергіту сәтін жасап алайық. Я? Қане?
Қайсыдан тұрайық? Ал бастаймыз. Оңға түзу тұр. Солға түзу тұр. Артқа қарай бір қадам, алдыға қарай бір адым. Жоғары төмен қарайып, орнымызды табайық. Азаматсында ал енді жұмыстарында аяқтарында бағар. Болдың ба? Топтан жинап бере салдыр. Аты жөніміз жаз, ұпайы. Тапсырманы орындап, мына жерге. Тапсырманы орындап, мына жерге жинап қойыңдар. Ал балалар, барымыз болса, біз енді балалар кері байланыс ретінде, сендердің алдыңдарында мынандай алмалар жатыр. Қараңдаршы балалар, бері қара. Бері қараймыз. Бәріміз бері қараймыз. Балалар бері қараймыз. Мынандай алмалар жатыр алдыңдарында. Осы алмаларды егер бүгінгі сабақ сендерге ұнаса, бүгінгі сабақтан жақсы көп нәрселер алсаңдар, мына алма ағашына келіп жапсырамыз. Егер бір нәрсені түсінбедім, немесе басқадай тағы да бір нәрселер болып жатса, кем кетіп болып жатса, мына қызыл алма